Білім нәрімен сусындатып үлкен өмірге қадам басқалы тұрған барша мектеп бітіруші түлектер үшін бүгінгі шара өмірлеріндегі ерекше ұмытылмас күндердің бірі. Алматы қаласы Бостандық ауданына қарасты нөмірі 146 мектеп лицейінде дәстүрлі соңғы қоңырау салтанатты шарасы өтті. Киелі шаңырақты 117 жас түлек аяқта қалып отыр. 117 оқушының 7 оқушысы алтын белгіге үміткер, 11 оқушысы үздік аттестатқа үміткер. Оқушылар есі үлкен қадам басып отырған, өмірге қадам басып отырған түлектерге тек қана сәттілік деймін, ақ жол деймін. Өздерін қалаған мамандық иелері болып, ұлттық бірыңғай тестті жоғары деңгейде тапсырып, әрқашан тек қана биіктен көрінулеріне тілектеспін. Айта кетейік, биыл Бостандық ауданы бойынша 3519 бала үлкен өмірге қадам басып отыр. Оның 129-ы алтын белгіге, 353 оқушы үздік аттестатқа үміткер. Жолдары ашық болсын, әрқашанда мақсаттары биік болсын, елімізге деген жасайтын істері, игі істері көп болсын, молынан болсын. Әрине біз оларға көп сенім артамыз. Шара барысында мектеп ауласы салтанатты күйге еніп, оқушылар мен ата-аналардың жүзінен толқу мен қуаныш қатар сезілді. Түлектерге арнап мектеп басшылығы мен ұстаздар жүрек жарды тілектерін білдіріп, білім жолындағы алғашқы қадамдарына сәттілік тіледі. Айта кету керек, биылғы түлектердің арасында білім бәсекелерінде үздік үлгі көрсеткен жастар көп. Бірнеше аудандық, қалалық, халықаралық, республикалық байқаулардың жүлдегерлері оқуда аяқталып отыр. Соның ішінде 11-ші Астана оқушы Шарипов Данияр Қазақстан тарихы пәнінен республикалық олимпиаданың жүлдегері болды. Болашақта біздің мемлекетіміздің экономикасын және басқа да салаларын дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Және осы келе жатқан ұбт-да осы 2025 жылғы түлектерге сәттілік тілеп, тек биік шыңдардан көріне берсін деп айтқым келеді. Мектептің ұжымына, басшыларына, оқытқан ұстаздарына алғысымыз шексіз ата-аналар тарапынан. Соңғы қоңырау сыңғырымен бірге мектеппен қоштасқан түлектер болашаққа үлкен үмітпен қадам басуда. Оларға алда үлкен өмір жолы, жаңа белестер мен жауапкершіліктер күтіп тұр. Ұстаздар берген тәлім мен тәрбие түлектердің өмір жолында нық қадам басуына негіз болатыны анық.